Саламатсыз. Ақтөбе қаласы нөмірі 10 жалпы білім беретін орта мектептің көркем еңбек пәні мұғалімі Жұмабаева Мәдина Ұлпанқызы. Бүгін біз тігін шеберханасының алдында тұрмыз. Мен осы кабинеттің меңгерушісімін. Қазір осы өзімнің кабинетім жайлы қысқаша айтып өткім келіп тұр. Бізде міне қабырғада осы мектебіміздің оқушыларының өз қолымен жасаған бұйымдары ілінген. Кабинетіміз қыз балалар оқиды. Кабинет заман талабына сай өте жақсы жабдықталған. Осы кабинетте біз теориялық сабақ өткіземіз, тігін машинасымен жұмыс жасаймыз және тамақ дайындаймыз. Алдарыңызда жұмысшы міне 12 машинка тұр, бәрі де жақсы жұмыс істейді. Және компьютеріміз бар. Сабақ кезінде осы компьютерменен сабақ барысын жүргізуге пайдаланамыз. Ары қарай бізде кабинетіміз ас үй жиһазымен жабдықталған. Ыдыстарымыз бар. Және бірнеше түрлі электротехникалық приборларымыз бар. Яғни сабақ барысында оқушылар 40 минут сабақты тиімді пайдалана алады. Сол жақ қабырғада өзіміздің оқушылардың сабақ барысында жасаған, өздерінің қолдарынан жасаған бұйымдары ілінген. Бұл жұмыстардың ішінде бірнеше марапатталған жұмыстар бар. Марапаттары мына жерден байқауға болады, осы жүлделі орындардың марапаттары. Ары қарай бізде тігін кабинеті болғаннан кейін біз жасалған бұйымды алғашқы өңдеу үшін мына бұрышта жылы булау әдісін жүргіземіз, яғни үтіктейміз. Одан кейінгі дайын болған жұмыстарды біз өз әр өлшемімен дайын тұрған манекендерге кигізіп қоямыз. Аксессуар жасаймыз. Мойынға тағатын бұйымдар, қолға тағатын бұйымдар мына жерде манекенге кигізіп көрсетілген. Ары қарай ұлттық нақышта тігілген фетер материалынан бас киімдер оқушылардың өз қолымен жасалған. Жалғастыратын болсақ, жоғары класс оқушылары біздерде көйлек тігеді. Яғни ұлттық нақышта тігілген көйлектер алдарыңызда. Біз бәрін манекенге кигізіп орналастырып қойдық. Осы тігін кезінде біздерде әрине өлшемдер алынады. Шақтау үшін бірнеше өлшем жүргізіледі. Ол өлшем біздер гардеробта болады. Қабырғамызда мектепішілік кабинеттер арасында жарыста екінші орынға иелендік. Болашақта біз оқушыларға ары қарай өз мүмкіндігімізше сабағымызды беріп еңбектенеміз деп айта аламыз.